Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге мен Жансаян. Менің каналыма лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Бұрын соңды Сакура сөзін естідіңіз бе? Ол адамның есімі деп ойлайсыз ба? Жапонияда сәуір айының басында сакура гүлдейді. Сакура гүлдеген сәтте Жапония қазынасында 10 мыңдаған ақша түседі. Сәуір айын күтіп жүріп, туристер Жапонияға сәуір айын кезінде ағылып келеді. Жапондықтар 10 күн гүлдеп тұрып, қурап қалатын гүлді қатты құрметтейді. Сакура қыстан аман шыққан жалаңаш ағашта гүлдейді. Содан кейін жапырақ шығады. Жапондықтар сакура гүлдеп жапырақ шыққан кезді жаңа өмірдің басталуы деп біледі. Білесіз бе, жапондықтар ойынша адам өмірі сакурадай әдемі деп біледі. Жапонияда сакура гүлдегенде күріш егу науқаны басталатынын білесіз бе? Сондықтан сакура гүлін жапондықтар молшылық, көпшіліктің символы деп естиді. Егер Жапонияға сәуірде барсаңыз, сакураның гүлдеп тұрғанын осындай бейнесін көресіз. Сакураның гүлін жапондықтар жылмайды, керісінше сакура гүлдеген кезде ханами мейрамы деп тойлайды екен. Білесіз бе, жапондықтар сүйікті Наруто аниме мультфильмінде сакураны көруге болады. Наруто мультфильмін білсеңіздер, ол жердегі басты кейіпкердің есімі Сакура екенін білетін шығарсыз. Осындай қызықты ақпараттар білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліңіздер.